Достар, сәлем. Мына үйдің қыздары бір түрлі қыздар. Мен бұларға самса пісіреміз, самса бәрін дайындай беріңдер десем, міне дайындаған түрлерін қараңдар. Просто самсаны алыпты да морозилктен алып сала салған. Қолым күйеді ғой, пысып ғой. Оның бетінде жұмыртқасы жоқ. Кішкене бет үндемей тұра тұрасың ба? Хышт жауып қойдым. Мен сөйлемей тұра тұрамыз. Міне жұмыртқа жақпаған, жай ғана морозилктен алып сала салған. Бұл әсел пеш еш жерде қосылып тұрған жоқ. Міне бұл қалай пісіп тұр? Үстіне заттарды алып тастамай ма? Бұл деген үсті еріп кететін, ыстық болатыннан бәрін алып тастау керек. Бұның бәрін қойш, тоққа тықпаған. Бұл қалай піседі деп ойлап тұрсыңдар. Сонда екеуі мәз болып жүр, қазір самса жейміз деп. Еще бетіне жұмыртқа жақпаған. Осындай бір түрлі қыздар екен. Жұмыртқа жағыңыздар бар, холодильниктен ал. Әкел. Әкел. Ей, не істеп жатсың? Олай жақпайды, жұмыртқаның беті таза емес. Мәсе жару керек. Не істеп жатыр? Әңгерек, олай істеме. Самсан бетіне қалай жағатын едік жұмыртқан? Жарма! Холодильникте кеседе тұрған не бар? Жұмыртқа алып кеше нанның бетіне жаққанмын. Не істеп жүрмін, мына екеуі? Әкеш, өзім істеймін. Бәрін өзім істеймін, әкел, өзім істеймін. Сендер барыңдар, Шаняққа күтіп отырыңдар. Бар, ана жаққа барыңдар, самса піскенше күтіп, өздерінің жұмыстарыңмен айналыса беріңдер. Не істеп отырсыңдар? Бұл самса әзір піспейді ғой, мен әлі салғанда жоқпын. Бұл 1 сағат піседі. Қарнымыз ашып кетті деп маңдай сеп балаған нес. Адам қарны ашса бүйтіп, қарным ашып кетті деп ішін көрсетеді ғой. Бір түрлі болып кетті. Мына екі қыз маған пранк жасап жүр ма? Мына қисық қалай. Мен айттым, мыналар бір түрлі қыздар, не істеп жатсыңдар? Мен сендерге қарбызды адамдар столға дайындайды ғой, сендер не жерге. Жақсы көреміз біз. Мынаның бәрін бүлдірдіңдер ғой. Мына екеуі қандай қыз. Жерге дайындамайды қарбызды, тұрыңдар тез, ана жердің бәрін тазалаңдар енді. Жерге қойып атқандай, жаймен кесіп алып жерге қойып атыр мына екеуі. Ал балалар ас болсын, қарбыз жеп жатыр. Бізде бір түрлі қыздар. Не істеп отырсыңдар екеуің? Қарбыз жеп отыр. Қарбызды қолмен, нанды қасыққа салып жеп отқандарың не? Қайта бауырсақты қолға ұстайсыңдар. Сосын мынаны қарбызды или вилкамен, или қасықпен жейсіңдер ғой. Қалай, неге бір түрлі мына қыздар ше? Істеп отқандарың қара. Ой, Алихан, не істеп жатырсың екеуі? Сен маңдайыңды ұра салайыншы. Мен сендерді қайда десем, далада жүркесіңдер ғой екеуің. Не істеп отырсыңдар? Құрамда нашын самсыз үйде жеп жүрміз. Әпсе қатты. Кәні құртты сындырып отырсыңдар ма? Енді олай сындырмасаңдар, сендер құртты жерге қойып, соның ішіне кірпішпен ұрсаңдар шығайды. Бәрін бір түрлі істеп жүрсіңдер екеуің? Солай ұрып сындырсаңдар. Просто құрт қатты, ауылдан келген, бірақ өте тәтті. Соларды осылай сындырып қазір. Міне уже сынып жатыр. Міне. Сосын ыдысқа салып екеуі жейміз дейді. Біздің үйдің балалары не істеп жатыр екен? Тамақтанып алып, ойнап отқан шығар. Не істеп жатсың? Не істеп тұрсыңдар? Біз болсын, біз ойнайын деп жатыр. Әлихан, сен бізге кедергі етпе ме? Иә, әркім өз ісімен айналыссын, жұмыстарын. Сурет салып отыра бер, иә? Машинкамен жұмыс жасам. Ал біз машина ойнаймыз. Аяна, мен саған барам қазір. Ей, сен меха кетесің ғой бұрыл. Машинаны қалай ұстап тұр ма екеуі? Сендер, Анеля, Аяна, сендер қайта Алиханға бізге кедергі жасама деп машина беріп қойып, өздерің қағазбен жұмыс жасайсыңдар ғой?
Біртүрлі мына қыздар бүгін Кедер кетті. біртүрлі болып жүр. Достар маған пранк жасап жүр ау осы екі қыз. Не істедіңдер оны қинап? Алихан, не істеді саған әжелер? Міне енді дұрыс болды. Осылай әркім өз жұмысымен айналыссын. мама. Көзіме жабыстырып алдым. Көзіме? Иә. Кәне, көзіме. Әдемі болып тұр көзіме, иә. Көзіме деп маған керісінше айтып тұрған қарсай мына қыздың. Содан кейін шаштарыңды тазалаңдар, иә? Жердің бәрі шаштарын тазаласын. Не істеп отырсыңдар, Анеля, Аян? Шаштарыңды тазала деген. Шаштарыңды алып жерге жабыстыру емес, жердегі шашты тазала дедім. Жердегі шашты бес? Бүкіл жер сендердің шаштарың, солар тазала деп тұрмын ғой. Не істеймін мына екеуіне, достар, екеу әдейі істеп тұр маған, пранк жасап біртүрлі болып бүгін. Аякош ангелек болғаннан кейін талға су беріңдер, иә? Шөлдеп тұрған шығар біраздан бері су. Бүгіндікке су құйған жоқсыңдар енді біраздан бері демей қояйын. Ақыр жүрсіңдер екеуің үйде. Ішімін мама саған, сені шөлдеп тұр деді ғой. Саған да берейін ба? Саған да берем қазір. Саған да берем. Екеуінің істеп тұрғанын қара. Не істеп тұрсыңдар екеуің? Су беріп атық шөлдеп қалды ғой енді. Талға су беру деген ол емес қой, кәдімгідей үйден кесемен алып шығып беріп жатқандарың. Не суды? Ай, ағайындар, кәдімгі шелектеп алып келіп құясыңдар судан, ау түбіне, сосын өздері ішеді ғой бұлар. Мына екеу ше маған. Қалай не істесем екен? Пранк жасап жүр мына екеу маған. Мына екеуінің тұрсын қаршы. Бүгіндікке менің нервімді ойнатып. Маман кішкене шашын ағартып көрейік деп, ақ түс жарасам екен деп көрейік дегенбіз ғой. Қызыл шаш болып кетті айтпесе мамада. Маман шашын ағарттыңдар онсыз да. Бәсе бәрін теріс жасап, ашуыма тиіп, күшті алып жабыстырып алсың ғой көсе. Мен балам шақты болмаймын екен, иә? Мамасынан қайсында сөйт. Не істеп жатсыңдар? Мен де атық штампын етті. Қандай шығат кен? Жағы сен бірінші. Оңыр. Жоқ, сен ішіңнен айтпадың, бізге айтпадың, біз қандай түс шығады деп ойлайсың. Тұра 10 минутта сурет салу дейді. Ангелик, сен қандай түс шығады деп ойлайсың? Көп шығат деп ойлаймын. 1, 2, 3. Секретный. Ақ түс па? Білет ішіне қарай. О, ана жерде көп қой, оның бәрін білмейді шығар, қайсы қандай түс екенін. Жарайды, достар, екеуі бүгін мен ашуыма тиді, әдемілеп, маман шашын ағартайын деп едік қой дегеніне. Сондай да болады ма? Мен видеоны осы жерден аяқтаймын, достар. Біртүрлі қыздар, бүгін біртүрлі қылықтар жасап. Бұдан қандай түс шығады екен? Бізде бірақ секретне қалды. Қалғаны қайда? Түйінде жапсақ та. Жанып қаға береді, ше? Мынау ше. Мынау 0 мани. Жарайды, достар, сау болыңыздар, олар ар жақта ұрысып жатыр. Міне, достар, секрети. Қатымыз бәрі қан кесеңді жанып